Сәлем достар. Бүгін кешкі FM деп аталатын 2010 жыл шыққан триллер жанрындағы тағы бір корей дорамасына қысқаша мазмұн жасайтын боламын. Достар, бейнелерім ұнаса менің каналыма тіркеліп, лайк басып мені қолдап кетіңіздер, сонда одан әрі шабытым ашылып, тамаша бейнелерді көптеп және тез салатын боламын. Ал кеттік ендеше. Фильм Ко Су Йон есімді басты кейіпкеріміздің радио жүргізушілігін тастап, тележүргізушілікке өту мақсатында ақшқа қайта даярлау курсын оқуға бара жатқанын тойлап жатқаннан бастала. Сол себепті бүгін Ко Су Йонның соңғы эфирі. Сол себепті Су Йонның үйіне сіңлісі қызы екеуі Су Йонның қызына қарайлап тұруға келеді. Әпкесі Су Йонға бүгінгі эфиріңді жақсылап өткіз, қызыңды уайымдама деп сіңлісі хабарласады. Су Йонның қызы сөйлей алмайды екен. Сол себепті қызына ота жасату үшін ақшқа баруды жоспарлаған екен Су Йон. Соңғы эфирін жүргізу үшін студияға таксиде жол алды. Жолда алдыларын бір көлік бөгеп, ішінен бір бойжеткен атып шығып қаша бастайды. Ол қызды сол көліктің иесі сүйреп көлікке қайта отырғызады. Су Йонның қасындағы құрбысы араласай қызды өлтіретін болды ғой дейді. Ал Су Йон жоқ, тиме, өзімізге бәле болмасын. Қандай қорқынышты көрініс, менің де қызым бар, мұндай қоғамжа өскенін қаламаймын деп жүргізушіге тезірек айдаңыз бәлесінен аулақ деп кетіп қалады. Су Йон құрбысы екеуі жұмыстарына келеді. Теледидарда қылмыскердің 7-ші құрбаны табылды. Қылмыскер әлі анық емес. Ол сізбен біздің арамызда емін-еркін тайраңдап жүр деп сайрап жатады. Ал Су Йон эфирін жүргізуге дайындалып бастайды. Студияға арнайы қонақ шақырыпты, бірақ ол хабарсыз кеткен соң басқа тыңдарманды шақыруға мәжбүр болған. Бұл жағдайға Су Йон шуланады. Себебі ол тыңдарманның ауытқушылығы бар екен. Су Йон ондай адамдардан қорқу керек. Ақыл есі кем адамның қай уақытта өзгеретінін білмейсің дейді. Құрбысы амал жоқ, енді басқа адам табылмады дейді. Ал Су Йонның сіңлісі балаларды орындарына жатқызып, өз тірлігімен айналысып жүреді. Сол әтте ит үріп, үй ішіне белгісі адамның кіргенін көреміз. Сіңлісінің құлағында құлаққап болған үшін оны естімейді. Артынан бірдеме естігендей болып құлаққапты шешеді. Сол сәтте Су Йонның қызы да оянып төменге түскен екен. Сосын Су Йонның сіңлісі сыртта не болып жатыр деп көруге шығады. Қаншерді көріп айқайлап жереді, ал қаншер жай айқайла балаларды оятып жересің дейді. Қыз иттің өлтіргенін көріп қаша бастайды, бірақ қаншер ұстап алады, кейін қызды талдырып ішкерге сүйреп әкетеді. Оны кішкентай қыз көріп тығылып алады. Қаншер келесі бөлмеге шығып радионы қосады. Су Йонның эфирі басталады. Су Йон соңғы эфирін әсерлі етіп бастайды. Қаншер мына жақта толқынданып тыңдап жүр, сосын тыңдармандарға әуезді ән жолдайды. Сол сәтті пайдаланып Су Йон сіңлісіне хабарласады, тұтқаны қаншер көтеріп. Бәрі менің қарамағымда, біреуге айтсаң бәрін өлтіремін дейді. Су Йон сенбей үйіне полицейлерді жібереді, сосын белгісіз жерде полицейлерді көрсетеді. Қаншер тағы бір қызды өлтіріп, осы жерге тастап кетіпті. Сөйтсек, ол Су Йонның орнына радио жүргізуге алынған журналист қыз екен. Ал мына жақта Қаншер Су Йонның қызын таппай сіңлісінен сұрайды. Су Йонның қызы емханада екенін айтады. Сол сәтте үй қоңырауын полицейлер басады. Қаншер есікті ашып, мен Су Йонның ағасымын, жайша жүрсіздер ме дейді. Ал полицейлер, бізге ұсыныс түскен үйді қарап шығуымыз керек дейді. Қаншер жарайды деп екеуін үй ішіне кіргізеді. Полицейлер үйге кіріп Су Йонның сіңлісін көреді, ал Қаншер біреуінің басынан ұрып өлтіріп, эфирдің 3 минутын өткізіп алдым дейді. Сосын Су Йонға хабарласып, ешкімге айтпа деп едім, сен полицейлерге айтыпсың деп екінші полицейдің де басынан ұрып өлтіреді. Енді эфирді менің айтуым бойынша жүргізесің, болмаса сіңліңді өлтіремін. Бірінші бұйрығым, сен алғаш радио жүргізіп бастаған кезденгі әуенді қоясың, қазіргі әуен таусылғанша тауып үлгір. Болмаса сіңліңнің аяғының саусағы азайып қалады дейді. Су Йон сол күні қандай әуен қойылғаны есінде жоқ. Архивті ақтаруға төменге түсіп кетеді. Жолда баспалдақтан құлап аяғын жарақаттайды. Сол кезде әлгі есі ауысқан тыңдарман оны шошытып жүреді. Төмендегі есік құлыптаулы екен, оны аша алмайды. Есі ауысқан тыңдарман есікті сындырып сосын ішке кіреді. Әлгі әуенді істей бастайды. Есі ауысқан жігіт Су Йонның барлық эфирін жатқа біледі екен, сол көмектеседі. Су Йон әуенді қойғанша сөйлеп тұруы керек еді. Бірақ өзін жоғалтып алады, сосын әуен ойнай бастайды. Қаншер масайрап әуенге билеп жүреді, ал есі ауысқан жігіт қолымен бірдемені түсіндіріп тұрады. Су Йонға Қаншер хабарласып, бұл ол емес деп сіңлісінің саусағын кеседі. Су Йон жынданып, ақша керек пе айтып.
Не керек өзі саған деп айқайға басады. Қаншер маған ештемен керек емес, тек осы эфирді мен қалағандай жүргізсең болды деп ашуланып келесі әуенді тауып қоюын бұйырады. Әріптестері Сойонның неге бұлай жасап жатқанын түсінбей ашуланады. Сойон әріптестеріне тек менің айтқанымды істеңдер, қалғанын кейін түсіндіремін деп есі ауысқан тыңдарманға сен сол әуенді білесің бе деп сұрайды. Ол иә білем деп сол әуенді айта бастайды. Сойон эфирді жалғастыруға асығады. Бірақ бастығы келіп Сойонның түгел сценарийін бұзады. Сойон бағанаға әуенді қой деп қарсыласады. Сол сәтте Сойонның телефонына Қаншер хабарласып сіңлің сенің қатеңді деп өлді дейді. Оны көріп Сойон талып құлайды. Сосын есін жиса қасындағы әріптестері ол кім өзі полицей шақырамыз ба деп сөйлеп тұр екен. Бастығы Сойон есіңді жидың ба, ол бізге де қоған лоққы көрсетті дейді. Сойон бастығына сіңлімді сіз өлтірдіңіз деп ашуланады. Бастығы сенің орныңа тағайындалған қызда өлі күйі табылды деп айтады. Сосын Қаншер тағы да хабарласады. Сойон байқамай балаларға тиме, тисең сені сау қоймаймын. Өзім өлтіремін дейді. Қаншер балаларға ма деп тұрғанда жоғарыдан топ домалап түсіп Сойонның қызы жоғарыда екенін біліп қояды. Сойон жаны қалмай үйіне асығады. Сосын барлығы жолға шығады. Қаншер студиядан кетіп сол жаққа бара жатқанын білмесін деп эфирді көлікте жүргізуді шешеді. Сол сәтте Қаншер тағы да хабарласады. Сойон өзі жайлы айтып беруін сұрайды. Ол бұрыннан Сойонның тыңдарманы екен. Сойонның эфирлерінен жігерленіп адамдарды өлтіретін есінен ауысқан такси жүргізушісі екен. Өзін қылмыскерлерді өлтіруші, ал Сойонды серіктесім деп ойлайды екен. Соның бәрін айтып жатқанда Сойонның қызы бөлесін құтқарады. Оны Қаншер көріп қояды. Оны Сойон да біледі. Екі қыз есікке қарап қашады. Сойонның қызы шығып үлгереді. Ал екіншісін Қаншер ұстап қалады. Көп өтпей полицейлер де жетіп келеді. Кішкентай қыз үй күзетшісінен көмек сұрауға барады. Бірақ күзетшіні Қаншер көлігімен қағып кетеді. Сол сәтте есі ауысқан тыңдарман Қаншерге тап береді. Оларды Сойон көріп қызым деп айқайлап жүгіреді. Қаншер есі жоқ жігітті ұрып қашып үлгереді. Сосын полицейлер Қаншердің өте ауыр псих екенін, бұрында бірнеше кісі өлтірушілікте айыпталғанын айтады. Жәбірленушілердің барлығының өлімі Сойонның эфиріне тұспа-тұс келеді. Сойон маған өлтіруді бұйырды деп елестетеді екен. Қаншер Сойонға тағы да хабарласады. Сол сәтте полицейлер Қаншердің қайда екенін анықтайды. Барлығы жолға аттанады. Сойон өз көлігімен шығады. Қаншер Сойонның қасына өзі келеді. Полицейлер оны көріп барлығы қуа бастайды. Бірақ Сойон көліктің жүкханасында балалар бар деп полицейлерге кедергі келтіреді. Сосын полицейлер артта қалып қояды. Сойон Қаншердің соңынан ілесіп келе жатыр. Ақыр соңында төзімі таусылып Қаншердің көлігін соғып аударады. Сосын қыздарын іздей бастайды. Анасының дауысын естіп қызы барынша қабырғаны соғады. Бірақ пойыздың шуынан естілмейді. Сол сәтте әлгі есі ауысқан тыңдарманы келіп Сойонды одан әрі шошытады. Артынан Қаншер келіп есі ауысқан жігітті ұрып талдырады. Сойон сол сәтті пайдаланып тығылып үлгереді. Балалар да сол жерде екен. Оларды құтқармақ болғанда тағы Қаншер келіп Сойонды сүйреп алып кетеді. Сосын Сойонды байлап тағы да қолы байланған аузы скотчталған жігітті келеді. Сөйтсек ол жігіт ол баста Сойон таксиде бара жатқанда алдын бөгеп қызды машинасына сүйреп кіргізген жігіт екен. Әлгі жігіт менің айыбым жоқ. Ол қарындасым еді. Үйден қашып кеткен үшін мәжбүрлеп үйге қайтарып жатыр едім дейді. Қаншер Сойонға осы жігітті өлтірсең қыздарың аман қалады деп айтады. Сойон амалсыз әлгі жігітті енді атпақ болғанда ақыл есі кем жігіттің балаларды құтқарып жатқанын көреді. Оны Қаншерде байқап ашуланып әлгі жігітті атып өлтіреді. Сосын сыртқа шықса полицейлер де келіп жетіпті. Ішке қайта кіріп Сойонды соққыға жығады. Ақыры Сойонды сыртқа шығарып бәрінің көзінше бауыздамақ болады. Соңғы сәтте Сойон қаруға қолы тиіп Қаншердің қақ маңдайынан атып оны өлтіреді. Журналистер, полицейлер бәрі келген екен. Барлығы Сойонды қоршап сұрақтарын жаудырады. Сойон абдырап есеңгіреп қалады. Балалардың аман екенін көріп сол жаққа асығады. Осымен достар, соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Осындай бейнелер ұнаса, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Кездескенше достар.